Құлыным сол, Кәусәрім менің. Айтып берейін, ертегі айтып берейін. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, екі дос болыпты. Екі дос орманда келе жатқан екен. Келе жатқанда алдарынан аюшыға келіпті. Аюшыға келгенде жаңағы екі дос біреуі тал күрмелеп шығып кетеді. Екіншісі аюдан қаша алмай ортада қалып қояды екен. Ортада қалып қойған досы не істерін білмейді. Қой, мен өлген адам сияқты жатып қалайын деп. Демін шығармай екпеттеп жерге жата қалады екен. Содан аю келіп, иіскеп, тиіспей кетіп қалады екен әбі досына. Аю кеткен соң ағаштың басына шыққан досы жаңағы досынан келіп сұрайды екен күліп. Ей, саған аю не деді деп. Сонда дос айтады екен. Аю маған басыңа қауіп қатер төнгенде тастап кеткен достардан сақтан деп айтты дейді. Сонда осы ертегі нені айтып тұр балам, айта қойшы Кәусар, не түсіндің құлыным? Қиындықта досын тастап кетуге бола ма екен? Болмайды. Болмайды, е? Қиындықта досты да құтқару керек, мейірімді болу керек, қамқор болу керек дегенді айтып отыр екен ертегі. Ертегі ұнады ма құлыным? Я, әже, рахмет оқып бергеніңізге. Жаным сол, апасы әжесі тағы ертегі оқып береді. Енді барып ұйықтай ғой. Жарайды әже, ұйықтай. Құлыным сол.